Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы, нөмірі 3-ші Абай Құнанбаев атындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Аскербек Назерке. Абай Құнанбайұлының 31-ші қара сөзі 1895 жылы жарық көрген. Абай атамыз бұл қара сөзін былай бастайды. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншыл күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер деп Абай атамыз 31-ші қара сөзін бізге осылай жеткізген болатын.